Сонымен достар, бүгін дата бойынша мамырдың 31-і. Жаздың басталуына бір ғана күн қалды. Біз қазір дәл осы 31 мамыр ашаршылық және саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған күн екенін білесіздер. Қазір Қызылордадағы дәл осы арайдағы ескерткіш жанындамыз. Және біздің бүгінгі тақырыпқа ораламыз, құрметті көрермендер. Біздің атап отырған үй тастанды, үй дәл осы ескерткіштің мемориалды ескерткіштің жанында орналасқан. Демек, біз дәл қазір жанындамыз. Міне, сіздер көріп тұрған мекен дәл осы жерде. Дәл осы үйге баратын боламыз. Дәл жанындамыз қазір. Ішіне барып көрейік, нендей әсерлері бар екен. Жалпы жаңа осы ескерткіш жанына келе жатқан уақытта бір дыбыстар естілген маған. Біреулердің құдды бір айқайлаған секілді. Өз басым елес, анау-мынау дегенге сенбеймін. Бірақ бір дыбыстар естілген рас. Бәлкім осы мемориалдың жанында сондай бір дыбыс естілетін аппаратура орнатып қойған шығар деп келген болатын, бірақ ешқандай аппарат тапқан жоқпын. Бұл жақта тып-тыныш. Ал жаңағы бір дыбыстар құдды жоғалып кеткендей. Біз заводшыға барып көрейік, ішінде не бар екен. Өзім жалғызбын. Ендеше кеттік, бірге тамашалаңыздар. Ендеше лайк басып, арнаға тіркеп қойыңыздар. Қызылорда қаласында бір үйді жергілікті тұрғындар елестер жүреді деп есептейді. Арасында қазір онда ешкім тұрмайды. Қосқабатты ғимарат ашық-шашық жатыр. Өзі қаланың Арай шағын ауданы аумағында орын тепкен. Бұл аудандағы үйлер қаншама қаржы тұратын ескерсек, ол үйдің иесіз тұруын түсіне алмаймыз. Достар, үйге жақындап келе жатырмыз. Артқы жағда түсіндеп келе жатырмын. Так, алдың жақтағы жолмен емес, үйдің артымен кіріп көреміз. Хоппа. Топырақ екен. Аяқтың бәріне топырақ кіріп кете жаздады. Жағына жақындап келе жатырмыз. Көршілер бар. Тып-тыныш. Өліп тыныш. Онда ешкім жоқ. Үйдің айналасы. Өзінің есімдерін жазып қалдырған екен. Естуімізше, ол үйді елестер әбден меңдеп алған көрінеді. Түні бойы сол үйде қонған адамдарға маза бермеген көрінеді. Соның салдарынан үй иесі барлығын тастай қашуға мәжбүр болған. Бәлкім алғашында бұл баспана біршама қаржыға да өткен шығар. Қазір оған ешкім де жоламайды. Бәлесінен аулақ дегендей сыңай танытады. Өйткені оны қала тұрғындарының бәрі біледі. Сондықтан әрбір адам бұл жерге жоламауды қалайды. Осының кесірінен қосқабатты үйдің бағасы да қара бақырға да татымай тұрған жайы бар. Вот достар, үйдің жанына келдік. Үйдің алдынан шықтым мінекей. Жалпы осы жайлы жіті арнасын айтып кеткен болатын ютубта, бірақ бұл уақытта үйдің ішіне келген жоқпыз. Сондай ақпараттар беріп кеткен болатынбыз. Енді қазір үйдің ішіне кіріп көреміз. Кеттік достар. Бұл жақта есік бар екен. Сіздерден не достар? Жаңа бір тықырлаған дауыс негіз адам қозғалғандай. Аса бір қорқыныш шешен жоқ ішінде. Опа. Екі шетін жібер екен. Вот, осындай жер. Іші осындай жазуларға толы. Анау-мынау дыбыстар шығып жатыр, бірақ онда елес деген дыбыстар емес, желдің үні.
Елдің әсеріне шығып жатқан достар. Осындай жазуларға толышы. Ну, ванна сияқты. Ну, ванна. Ішінің бәрі заттарға толы тастанды. Дальше көрейік. Неге олай болды? Бұл сауалдың жауабын оңай тауып алуға болады. Кешегі ашаршылық жылдарында арқадан жақтан ауған жұрт сырға жетіп жығылды. Жеткені өзеннен балық аулап жеп, өзек жалғап аман қалды. Жетпегені кез келген жерде қалып, сүйегі далада шашылып қалғанында жасырын емес. Сондай-ақ аталмыш жерде кезінде ату жазасына кесілген азаматтар да атылған деген де қауесет айтылады елдің арасында. Әрине, оның анық-қанығын кім білген? Сол оқиғаларды көзі көрген адамдардың көбісі бүгінде бақилыққа аттанып кете барды. Елдің арасында тек әңгімелер ғана айтылады. Өкініштісі, сол жылдарда саяси зобалаң салдарына қаза тапқандар жаңағы үй қоныс тепкен аймақтарда қайтыс болған. Білмеймін, адамдар неден қорқып жүргенін, нендей дыбыстар шығады дейді түнім бір болғанда. Үштің бәрі кәдімгі тастанды үй. Онда еш нәрсе көріп тұрған жоқпын. Қорқуға себеп, анау деген сияқты әңгімелер барлығы өтірік сияқты. Бля. Мына жақта кептерлер мекен дейтін сияқты. Осылардың дыбысы екен ғой, ғанам бер жүрген. Қанат қаққан бір қозғалған дыбыстар шығады ішіне әйтеуір. Желге ұқсамайды. Осылардың дыбысы екен ғой. Екінші этажда түк жоқ, құрметті көрермендер. Екінші этажда бірінші этажға ақырындап түсіп келе жатырмыз. Бірінші этаж толық арылған жоқпыз, көрейік ішін. Бірінші этажда не бар екен? Мына жерді көріп тұрсыздар ғой. Сынап жатыр ақырындап. Ескіріп жатыр, мұнан сатып аламын деуші адамдардың бір уже қазір қарашы жоқ шығар. Бітіп тұр үшін бәрі сынып. Бірінші этажда мынандай ванна бар екен. Ванна. Білесің барыңыздар. Мына жақта қарлығаштардың ұясы. Адамдардан көрі құстар көп келетін. Тастанды мекен болғаннан кейін. Құстардың бәрі мекен еткен. Бірінші этажда түк жоқ. Осы кезге дейін біз 3 заброшкада болдық. Алматыда 3 заброшкада болдық. Арайдағысыдан, атмосферасы жағынан, яғни сіздер тылсым күш сезінесіздер ғой. Энергетика демен не дейді жаңа? Балгерлер айтып жатады, сондайды молынан сезген еді, бірақ арайдағы үйден ондай еш нәрсе сезіп тұрған жоқ. Тыныш, атмосфера, ондай жүрекке қорқыныш деген мәселе жоқ. Жай ғана тастанды үй. Құстар олай-бұлай ұшып тек елең еткізбесе, бұлай тып-тыныш. Ары қарай не айтатынын да ауызға тіпті сөз келмейді. Айтатын ештеңе жоқ секілді. Елден ауыздан ауызға тараған болмайтын сөздер, елестегенге сенетін адамдардың шығарған ойлары болса керек. Аллай, тып-тыныш. Түк жоқ. Сездіңіздер ме? Дыбысты. Жел соққаннан кейін қаңылтырдан қозғалысы. Бірақ бірден ішке кірген уақытта әрине жүрегі кішкене чуть-чуть бір күдік сыйлайды, бірақ ішіне жүргеннен кейін түсінесің. Ондай дыбыстар неліктен шығып жатқандан. Мұнда біреу бар ма? Біреу бар ма мұнда? Нақтан бірдеңе жылп ете қалды. Сөйтсек бұл кептер екен тағы да, кептер.
міне сыртта жаңағы қуғын сүргін және ашаршылықтан зардап шеккен адамдарға арналған мемориалды ескерткіш. Сол достар, вот қасыңа оператор дертпей ақ өзің бармайсың ба, анау мынау деген сияқты адамдарға арналған видео. Қасымда ешкім жоқ, өзім келдім. Бұл сіздерге бір қорықпайтындығымды дәлелдеу үшін емес, жалпы сіздер айтқаннан кейін осы принципті ұстанып көрдім, өзім келіп көрдім. Ештеңе жоқ, іште. Және мұндай видеоларды қараңғыда түсірмейсің ба дейді. Қараңғыда түсіретін болсақ, өздеріңіз көрдіңіздер. Ештеңе көрінбей қалды. Осы 3-ші бөлімінде қараңғы болғаннан кейін ештеңе көрінбеді, ештеңе түсіндіріп айта алмадық. Сондықтан бізде аппараттар жоқ, ондай мықты камералар жоқ, оны түсіретіндей. Сондықтан осындай күндізгі уақытта келуге тура келеді. Сол, ішінде ештеңе жоқ. Осыдан 10-15 жылдай бұрын сол аумақта қазу жұмыстары жүргізіліп, адамдардың сүйектері табылған еді. Олардың қаншасы табылып, басқа жерлерге жерленді. Бұл тұрғыда біздің қолымызда ешқандай дерек жоқ. Дегенмен елдің арасында айтылған әңгімеге сүйенсек, табылған сүйектердің өзі аз болмаған көрінеді. Ашылмай қалғанында аз емес еді. Жалпы Қазекем мұндай жерлерді қастерлеп отыратын сияқты. Не екені белгісіз, сол бір уақытта аталмыш аймақтың аумағы жер үй салуға тұрғындарға бөлініп берілді. Осының нәтижесінде оның жан-жағының барлығына үй тұрғызылып, сүйектердің бір шамасы олардың астында қалып қоюы әбден мүмкін. Жаңағы үй сондай сүйектердің үстіне салынған бекен. Қайдам, әйтеуір ол үйге ешкім тұра алмағанға ұқсайды. Себебі аталған қос қабатты үй сүйектер қалқыған төбенің тап түбінде жатыр. Сол үйде тұрған азаматтардың айтуынша, түнімен елестер маза бермейтін көрінеді. Одан құтылу үшін барлық амалын қарастырған. Мұсылмандық жолмен Құранда оқытқан. Олардан еш қайран болмапты. Бәз баяғысынша түнге қарай ешбір тыным жоқ. Есіктер тарсылдап соғылады. Үйдің ішінде біреулер көбірлеп жүрген секілді. Жарықты жақсаң ештеңе көрінбейді. Бұл көріністі көргенде жүрегің тас төбеңе шығады. Тіліңді калимаға келтіресің. Осындай көрініс қандай отбасы тұрса да қайталана берген. Ешқайсысы да әлгі елестерден құтыла алмаған көрінеді. Осылайша әлгі баспана қолдан қолға өтті, бірақ ешкімде түнгі елестерге шыдасып бере алған жоқ. Үйді тастай қашуға мәжбүр болды. Тіпті үйді бұзып алып кетуге де ешкімнің жүрегі дуалаған жоқ. Өйткені сынық сүйем шегені алып кеткен адамның өзіне қай жерде жүрсе де әлгі елестер маза бермеген көрінеді. Ашық-шашық жатқан үйден әркім керек жарағын алып кетуге тырысқан еді. Олар көп ұзамай алып кеткен заттарын үйге қайтадан алып келуге мәжбүр болды. Сонымен достар, міне артта қалды арайдағы үйді. Ештеңе сезгем жоқ. Ештеңе. Бұл жақта ештеңе де жоқ. Жалпы елестеген өтірік нәрсе ғой. Енді ішінде қыбырлаған достар болады, енді по-любому. Ішінде болады жындар. Одан басқа айтатын факт та жоқ, себеп та жоқ. Ойыңыз жазып кетіңіз. Қазіргі күні елес қонған үйге ешкімнің жүрегі дауаламайды. Қасынан өткен адамның өзі денесі түршігеді. Үрейлі үй үркітіп тұр.